Адамдар күніге өзінің кірісіне әсер ететін миллиондаған шешімдер қабылдайды. Бірақ олар өздерінің эмоциясына байланысты, инстинкті жағдайына байланысты, миының инстинктке жауап беретін және эмоциясына жауап беретін мидың бөліктерімен ойлайды. Ал біз осы уақытқа дейін анықтап келе адамдардың ақылға байланысты шешім қабылдауын зерттедік. Неліктен бай адамдар мен кедей адамдардың ойлау қабілеттері екі түрлі болады? Адамның миы үш бөліктен тұрады. Оның астыңғы бөлігі инстинктке жауап беретін болса, ортаңғы бөлігі эмоцияға жауап береді, ал жоғарғы бөлігі ақыл, орысша айтқанда разум деп айтады. Жалпы әлемдегі адамдардың 90% осындай эмоцияға байланысты, инстинктке байланысты ойлайды және соған байланысты шешім қабылдайды. Ал енді біз адамдардың бай болуға себеп болатын ойлау қабілеті ол ақылға байланысты ойлау. Оны қалай жасаймыз? Мысалға, бай саналы адамдар талпа деген нәрсеге көңіл аудармайды. Олар дербес категориясымен оны ойлайды. Яғни бір нәрсені істейтін болса, олардың дербес ойлары, былай айтқанда индивидуальность деп айтамыз. Ал кедей саналы адамдар талпа, көпшілік не ойлайтын болса, солардың ойындағы нәрсесін алып, өзімнің пікірімде ойлайды. Осы жерде кедей саналы адамдар көп нәрсені өзінің бойындағы кедергісіне көңіл бөледі. Ал бай саналы адамдар осы кедергіден мүмкіндік шығарып алады. Бай саналы адамдар барлық жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Ал кедей саналы адамдар әрқашанда біреуді кінәлап жүреді. Оның табысының көбеюіне немесе көбеймеуіне әрқашанда біреу кінәлі болып саналады. Бай саналы адамдар бір нәрсені істейтін болса, соның ар жағындағы келетін нәрсенің жақсылығына қарайды. Ал кедей саналылар соны бастамай тұрып, оның болатын қорқынышына көңіл бөледі. Көптеген адамдар өзінің бойындағы ең мықты қабілеттерін таба алмайды. Сондықтан да олар істеп жүрген жұмыстың не дұрыс екенін, не дұрыс емес екенін анықтай алмайды. Көбісі өздерінің бойына идеялар келеді, бірақ оны қалай жүзеге асыру керек екенін білмейді. Неден бастау керек екенін білмейді. Көп адамдар мен тек қана өзім жасаймын деп ойлайды. Ал бай болатын адамдар, байлыққа жеткен адамдардың тарихына қарап отыратын болсаңыздар, олар серіктестермен. Ал қарапайым адамдар, кедей саналы адамдар серіктес деген нәрседен қорқады. Мүмкін оны лақтырып кетуі мүмкін, немесе сенімсіз. Кедей саналы адамдар әрқашанда бизнес жасау үшін ақша керек деп ойлайды. Бай адамдар мүмкіншілік, байланыстар керек деп ойлайды. Сол байланыстарды қалай тудырамыз? Сол мүмкіншілікті қалай табамыз? Ақшасыз бизнесті қалай жасаймыз? Оны түсінудің өзінің құпиясы бар. Адамдар көбіне өзінің жалқаулығын жасырып, адамдарға шүкіршілік деген нәрсені көп айтады. Осы жағдайым маған шүкір жарайды деп айтады. Бірақ ішкі дүниесі ақшаны қалап тұрады. Бірақ ол оның жалқаулығы. Кедей саналы адамдар бай үшін көп деп жұмыс істеу керек деп ойлайды. Негізінде бай үшін көп жұмыс істеу керек емес. Керісінше баспен жұмыс істеп, көп ойлана білу керек.